Харекет қайырымдылық қоры 963 баспанасын табыстады. Еңбекке құрмет бағдарламасы бойынша пәтерге Жаңаөзен қаласының тұрғыны жалғызбасты ана Махаббат Шолақова ие болды. 2 жылдан бері баспанасы жүрген отбасының кәмелетке толмаған 3 баласы бар. Отағасы осыдан 5 жыл бұрын өмірден өткен. Бүгінгі отбасы 963 баспананы табыстап отырмыз. Енді бұл кісінің құжаттары сол 1 жылдың ішінде тексеріліп комиссия мүшесінен өтті. Сол еңбекке құрмет бағдарламасымен табысталып жатыр. Махаббат Шолақова Рахат ауылының Мерей шағын ауданындағы балабақшада еңбек еткен. Қазіргі күнде денсаулығына байланысты 2-ші топтағы мүгедектігі бар. Ол баспана сыйлаған Харекет қайырымдылық қорына және қолдау білдірген азаматтарға алғысын білдірді. Харекет қорына рахмет, алғысым шексіз. Негізі көп нелер келді ғой алдыма. Көп 2-3 нелер келді. Сенбедім, негізі телевизорда да сенбейсің ғой көзіме көрмегеннен кейін. Сол шын екен. Рахмет, Алла риза болсын Харекет қорына да, халыққа да. Әріптестерінің қуанышымен Рахат ауылының Мерей шағын ауданындағы балабақша қызметкерлері де бөлісті. Тілектерін айтып, дастарханнан дәм татты. Еркін Қарасайұлы, Сәбит Ұлықпан, Батырақ Молдаев, Ақтау Ньюс.